Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 22-ші күні ауызашарға күлче нан мен ортасында шоколадный сгущенка қосылған тоқаш пісіретін боламыз. Бізге ең алдымен керегі ашытқымыздың үстіне қантымызды салып араластырамыз жылы сумен. Енді көтерілгенін күтеміз ашытқының. Жылы суымыздың үстіне тұзымызды қосып араластырып қоямыз. Мінекей ашытқымыз ашыды. Енді ыдысымызға ұнымызды қосып, үстіне ашытқымызды құйып, және де майонез қосамыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін. Енді үстіне тұзды суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей осындай қамыр болады. Енді үстіне кішкене сұйық майымызды құйып, үстіне тағы бір басып, бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгенін күтеміз содан. Мінекей қамырымыз жақсы көтерілді. Енді оны екі бөлікке бөліп аламыз. Мінекей осылайша бірнеше бөліктерге бөліп, оқтаумен осылай домалақ қылып жаямызды. Ортасында осындай сгущенка, вареный сгущенканы қосып, осылай самса тәріздес қылып бөгіп жасадым. Шеттерін қатты қылып қысуымыз керек. Духовкада ол көтеріліп піскен кезде арасынан сгущенкалар ақ кетпеу үшін. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқамызды жағып, 200 градуста қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Екінші қалған қамырымызды да осылайша домалақтатып, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай домалақ қылып жасаймыз да, бетін пищевой пленкамен жауып, кішкене көтерілгенін күтеміз. Одан кейін осы тесталарымызды тавамызға салып, ортасын осылай домалақ қылып, күлче нанға ұқсатып жасаймыз, ортасын домалақтатып. Стакан көмегімен ортасын басып жүреміз. Бетіне жұмыртқасын жағып, ортасын осылай вилкамен кесіп қоямыз. Духовкаға салған кезде ортасы бірге көтеріліп кетпейтіндей ортасын осы вилкамен кесеміз. Күнжіт сеуіп қоямыз бетіне. Одан кейін сол 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей күлче нандарымыз да дайын болды. Достар, сіздер де осылай үйде бар затпен қарапайым түрде осындай күлче нан жасап көрсеңіздер болады. Достар, сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.